Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ол аймақ ботатайлар аман есен ба? Түрін көрінбейді енді. Қараңғыда сөйлеп жатырық. Бір-екі үш күн болды. Анау мынау болып ауырып. Астанадан шақырту кеп. Кеше алдың күні өзім мебель жинаймын. Бір садикке мебель жинап беріп кеткенмін, сөйтсем сол садик звондап тұрған. Астанаға барып қайтасыз ба деп. Сайлауға шақырып жатыр деп үйдегілерге қалжыңдағансың ғой. Қайсы жақсыздар ма денсаулықтарыңыз? Бармадық, өздері адам тауыпты. Мен барсам шығын болам да. Ұшқаныңызды, қайтқаныңызды барған алып берейік деген еді. Мен көрейін дегем, сөйтсем басқа біреу тауыпты. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Алла маған аман есен ма? Соңғы жаңалықтар айта кетейік енді. Түн болып қалды, сағат қанша болды? Сағат 17-сі 22:47. Бұл видео енді ертең шығады. Неден бастасам екен? Украинада көтеріліс болып жатыр. Көтеріліс болғанға наразылық. Енді наразылық деген диктатуралық елдерде үлкен қауіп. Демократияға бет бұрған елдерге кәдімгі күндегі мәселе деген сияқты ғой. Неге көтеріліс болып жатыр десеңіздер, Украинаның қорғаныс министрінің Федор тегін ұмытып қалдым фамилиясын. Соны орнын алып тастаған екен Зеленский. Соны қайтып орнына қой деп көтеріліс болып жатыр екен. Оны енді бүкіл халық дронды реформа жасаған қолбасшы деп таниды екен. Дронды жақсы үйлестіру, дронды Украинаға алып келу, соны ұшыру, дронның схемасын құрған реформашыл мықты басшы деп бағалаған екен. Соны орнына қайтып қой деген екен. Бірақ ондай болмапты. Оның орнына ешкім келмеген, әлі оның бір Украинаның басқа адамы уақытша қорғаныс министрлігінің қызмет атқаратын болыпты. Және де Ермак қайтып Украинаның билігіне келетін сияқты. Неге десеңіздер, сол Федоровты орнынан алып жатқан кезде Ермак пен Сырский майдан алаңында жолығыпты деген әңгіме шығып қалды. Енді ол жерде не әңгіме айтты белгісіз. Ермак танымайтындар болса, енді іздестіріп көрсеңіздер болады. Соғыс басталғаннан бастап Зеленскийдің жанында жүрген оң қолы десек болады. Одан кейін осы Қазақстан Ресейдің бидайын алуды тоқтатамыз депті. Уақытша, қанша уақыт болады белгісіз. Мүмкін бір ай болуы мүмкін, 6 ай болуы мүмкін, 1 жыл болуы мүмкін деген сияқты. Әңгіменің ашығы былай дейді. Мадияр демекші, 13 күндік операцияның нәтижесінде Украинаның дрон қолбасшысы Мадияр, дронның құстары деп қояды, сол Азов теңізінде және де Қара теңізде барлығын қосқан кезде 12 күннің ішінде 159 флот және де кемелердің, Ресейге қатысы бар кемелердің барлығын жүрмейтіндей тоқтатып қойыпты. Оның біразы енді эксперттер айтады ғой, сендер оларды атып жатырсыңдар, бірақ олар суға батып кетпейді ғой, тұрған орындарда тұрып қалды ғой десе, енді америкалық кличкасы деп қоямыз, лақап аты Роберт Броуди Мадияр айтыпты: біз суды ластағымыз келіп жатқан жоқ. Әңгіменің ашығы, біз суды ластағымыз келіп жатқан жоқ. Біз кемелерді орында тұрып қалатындай, тұрып қалып жүзе алмай қалатындай деңгейге жеткізсек сол жетеді. Неге десеңіздер, оны бүкіл әлем көреді. Майдан алаңында Ресей қалай жеңіп жатқанын көрсету мақсатында істеп жатырық. Батырсақ батырып жібереміз, бірақ теңізді ластағымыз келмей тұр деп әңгіме айтыпты. Енді бір жақтан Роберт Броуди теңіз жағынан Ресейдің сауда-саттығын, мұнайын сатуды, ананы сатуды, мынаны сатуды тоқтатса, екінші жағынан орталық Азиядағы Қазақстан дейді, бидайын алмаймыз деп артқа шегінді уақытша депті. Дұрыс деп ойлаймын. Өзіміздің бидайымыз өзімізге жетсе, не қыламыз шетелдерден алып. Осыны қолдаймын, енді ары қарай жалғастыра берсін деп тілеймін. Тоқаев тегерді қойсын. Жалпы одан кейін тағы не әңгіме айтып өттім, айттым.
Мадияр айтпақшы, Түркия мен Ресейдің арасы ушығып кетті. Неге десеңіздер, кеше Түркияның сыртқы істер министрлігі Украинаға барып, Украинаның Зеленскийдің қолын алып, қолын қысып, енді осының алдында бір Әзербайжан президенті Ильхам Алиев барып, сол жақта форумға қатысып, украиндіктерге мынандай тілек айтқан еді: сендер жерлеріңді өлсіңдер, бірақ жерлеріңді оккупация етуге бермеңдер деген еді. Оккупация деген енді әңгіменің ашық, Ресей басып алуына жол бермеңдер, жерлердің барлығын қайтарып алыңдар деген әңгімені айтқан еді. Соны ұқсатып, Түркияның сыртқы істер министрлігі айтты: біз Украинаға көмектесеміз, енді Украинаның жер тұтастығын, шекарасын КСР құлаған соң алды олар. Енді қай жылы алғанын білмеймін енді. Сол кезде бүкіл әлем мойындады ғой, енді Украина тәуелсіз мемлекет деп. Сол кезде қанша ел мойындады, біз де мойындадық. Біз сол күйінше әлі мойындап тұрамыз. Жерлерді қайтарып алыңдар. Әңгіменің ашығы түрші жыртылғанша жандарында боламыз деген әңгімені айтты дейді. Сол кім еді? Түркияның сыртқы істер министрлігі барып қайтқан соң, Түркиядан келетін жеміс жидектің барлығына Ресей санкция салыпты. Енді кіргізбеңдер, ойбай, Түркиядан келіп жатқан жеміс жидектерде зиянды заттар бар екен деген сияқты әңгімені айтты. Енді бұдан келетін зиян, шығын тек Ресейдің өзіне ғана деп ойлаймын. Түркия одан ойбай деп қалмайды, Түркия басқа елдерге сатады деген сияқты ғой. Сондықтан әңгіме қызып тұр. Әңгіменің ашығы Ресейге оңай болмай тұр. Осы видеоны жазайын ба жазбайын деп тұрғанның алдында тезден мен сөйлесіп қалсам, Ресей дейді, мен ақпарат қарамағалы 1-2 күн болды, шаға ауырып, байқасаңыздар жағым ісіп кеткен. Тісім дейін десем, тісім емес, ісіп жатыр енді. Емдерін істеп жатыр, енді көреміз қалай болады екен. Жездемен сөйлесіп қалсам, Ресейдің дейді, бидай оруға, енді әлемдік нарықтағы бидайды сатуға, соны орып сатуда ең алдында, қателеспесем, Украина мен Ресей болған. Сол Ресей өзінің бидайын ору үшін бензин таппай жатыр екен деген ақпаратты оқудың ба тез. Оны оқымадым, бірақ тезден сөйтіп айтып жатыр. Тезден де енді саясатқа кіріп алған ғой. Жаңалықтардың барлығын тыңдайды деген сияқты. Одан кейін бағана бір видео алдымнан шығып қалды, ол жерде былай дейді: бір орыс апа фирмасы бар екен, фирмасы. Енді үлкен қорада сиырлар тұр. Айтады, сиырға енді трактормен, белорус трактормен, же болмаса Ресейдің өзінің жасап шыққан трактормен, же болмаса китайский трактормен деп айтайықшы, шөп салып шығамыз ғой дейді былай. Мысалға, мына жақта бір қораның бір шеті, мына жақта екінші шеті болса, сиырлар қарап тұрса, ортадан трактор шөп тасып, жем салып өтетін еді, барлығы автоматты түрде істейтін еді дейді. Қазір де істеп тұр, бірақ дейді, соны тракторды жүргізуге бензин таппай жатырық дейді. Бұл деген сөз, Ресей қанша ойбай біз өйтіп жатырық деген, Ресейдің асығы алшысынан түспей қалды деп қоям. Қалай ойлайсыздар? Жалпы сондай. Енді Ресей билігінің сөзіне қарасаң, ойбай біз енді майдан алаңында кім екенімізді көрсетіп жатырық. Біз болмасақ енді ойбай деп әңгімені көпіртіп бүкіл халықты, өздеріне сенетін халықтарын сендіріп жатыр ғой енді. Бірақ шын мәнінде не болып жатыр, енді жағдай қиын дейді. Енді Мадиярдың құстары жазып жатқан флоттарға сенгісі келмейтіндер сондай видеолардың астына кірсең, Американың сыртқы қарызын көрдіңдер ме деген пікір толып кетті енді. Жалпы сондай. Еліміз аман, жұртымыз ояу болсын. Осы енді қақтығыс болмасын деп тілейміз. Украина мен Ресей енді былай қарасаң, көрші халық. Мүмкін түбін зерттей келсең, мысалға бір ағайынның балалары да болуы мүмкін ғой. Мысалға ағайын елдің балалары болуы мүмкін. Қырғыз бен қазақ, қазақ пен өзбек, қазақ пен қарақалпақ деген сияқты. Бірақ осы қақтығысты енді Ресей бастады. Осы қақтығыстан қазаққа қандай пайда болады, соны бір ойлап қоюымыз керек деп ойлаймын. Жалпы сондай.
Қазақстан жарапты енді бидайды алмаймыз дегеніне өзіміз бидайды орбасақ та жетеді деген әңгімені айтты. Дұрыс, өздері енді орсын енді немен орады, шалғымен орама, же болмаса бензинмен орама көреді. Жалпы сондай бұл үйге азанда шығады енді. Еліміз аман, жұртымыз ояу болсын. Енді алда сайлау болып жатыр, сайлау жайлы бір сөйлегім келіп тұр, біраз ойлар келді. Әлемдік депутаттарды қалай сайлайды, қанша мыңға қанша депутат сайлайды, соны барлығын оқып интернеттен зерттедім. Енді бір күн Алматыда қатты ыстық болып жатыр, ертең бір сөйлеймін соны. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз ояу болсын, байланыстамыз.